Сәлем достар, түсіңізде толқын көру нені білдіреді? Түсіңізде көрген толқынды әр түрлі жоруға болады. Кейде ол адам өмірінде болатын өзгерістер жайында ескертсе, кейде қазіргі жағдайын сипаттайды. Ең алдымен каналыма подписация жасап, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Толқын туралы түсті жормас бұрын алдымен оны бүге-шүгесіне дейін еске түсіру керек. Себебі түс жоруда толқынның көлемі судың түсі, оны көрген кездегі ішкі сезіміңіз сияқты жайттар ерекше мағына білдіруі мүмкін. Егер түсіңізде алып толқындар көрсеңіз, шынайы өмірде сіздің үлкен өзгерістер күтіп тұрғанын білдіреді. Қандай өзгеріс екенін толқынның түсінен білуге болады. Су мөлдір болса, бұл оң өзгерістер, лай болса, қиындықтарға дайындалу керек деген сөз. Сол сәтте толқыннан қорқып тұрған болсаңыз, бұл сезіміңізді бақылауда ұстау керек екендігін ескертеді. Ал алып толқындарды көріп тамсанып тұрсаңыз, онда барлық қиындықтарды жеңіп мақсатыңызға жетесіз. Егер алып толқындар теңіз түбінен көтеріліп суда лайлап жатса, онда бұл алдағы уақытта үлкен қателік жасайтыныңыз жайында ескерткені болып табылады. Алып толқындар ақырын ғана жағалауға соғылып жатса, онда сізді алда ұзақ сапар күтіп тұр. Ал сондай толқындар айлақтың үстінен асып соғылып жатса, онда өмірлік серігіңізді кездестіресіз деген сөз. Толқынды бағындырсаңыз, онда тағдыр сізге көптеген тосынсый жасайды. Толқындар жартастарға соғылып жатса, мақсатыңызға жетуде көптеген тосқаулар кездеседі. Кішкене толқындар аяғыңызға келіп соғылып жатса, өміріңізге оң өзгерістер енгізудің сәті келді деген мағынаны білдіреді. Ал толқынды көрмей, тек оның шуын естісеңіз, онда дұшпаныңыздың сіз туралы өсек таратып жүр. Түсіңізде цунами көрсеңіз, өміріңізде түбегейлі өзгерістер орын алады, сүйіктіңізбен айырылысуыңыз мүмкін. Егер толқын келіп сізді басып қалса, бұл жаманшылықтың нышаны. Сіз ауруға шалдығасыз, немесе өмірлік қиындықтар басталады. Алыстан толқындардың жағаға соғылып жатқанын бақылап тұрсаңыз, жұбайыңызбен ара қатынасыңыз көп ұзамай нашарлайтынын білдіреді. Сонымен қатар денсаулығыңызға көңіл бөлу керек деген сөз. Түсіңізде мөлдір толқын келіп үйіңізді басып қалса, отбасылық өміріңізде береке мен шаттық орнайтынын хабарлайды. Достар, осыменен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.